Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге оңай әрі тез жасалатын цезарь салатының рецептісін ұсынамын. Ол үшін алдымен тауықтың төс етін жақсылап жуып, сүлгінің көмегімен осылай кептіріп аламыз. Пергамент қағазын алып, екі бүктегенде жететіндей етіп кесіп, үстіне сұйық майымызды, түрлі дәмдеуіштерімізді және тұзымызды саламыз да, үстіне етімізді жақсылап аунатып аламыз. Етімізді осылай барынша барлық жерлеріне дәмдеуіштер, тұздарды жақсылап сіңіртіп, осылай жағып аламыз. Жетпеген жерлеріне тағы қоссаңыздар болады. Сонда сіздің тауығыңыз сочный әрі дәмді болып шығады. Тауығымызды пергамент қағазының ортасына салып, оны ортасынан екі бүктеп, және де жан жағын видеодағындай етіп мұқият орап шығамыз. Салатымызға қажетті заттардың барлығын толық описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Қызып тұрған пешіміздің үстіне табамызды қойып, сәл қызғаннан кейін дайындаған етімізді салып, үстіне осылай видеодағындай етіп басып, қақпағын жауып 15 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен соң арғы жағын айналдырып, дәл сондай 15 минутта орташа отта пісіріп алатын боламыз. Тауығымыз пісті, енді оның суығанын күтіп, жұмыртқамызды суға салып, пісіріп аламыз. Міне тауығымыз сочный болып, толық пісіп шықты. Енді салатымызды дайындай берсек болады. Енді айсберг орым жапырағын алып, ірі етіп турап шығамыз. Одан кейін қызанағымызды алып, езілмейтіндей үлкен етіп тураймыз. Орам жапырағымыз бен қызанағымыздың үстіне осындай дайын цезарь соусын салып, барлығын жақсы етіп араластырып аламыз. Жұмыртқамыз піскеннен кейін етімізді, жұмыртқамызды турап, салатымызға әдемі етіп салатын боламыз. Енді кезекте сухариларын жасайтын боламыз. Үйде қатып қалған нан немесе батондардан да жасасаңыз болады. Осылай кубиктап барлығын турап аламыз. Қызып тұрған пешімізге табамызды қойып, ысығаннан кейін нанымыздың барлығын салып, орташадан сәл жоғары отта 5 минуттай қуырып аламыз. Дайын болған сухариларымызды салаттың үстіне жәймендеп салып шығамыз, және де оның үстіне сырымызды теркадан өткізіп саламыз. Сухариларымызды негізінде пісіру міндетті емес, немесе дүкеннен сатып алсаңыздар да болады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Егер де сіздерге менің рецептім ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және де сіздерге описание бөліміне түрлі салаттардың рецептісін қалдыратын боламын. Барлықтарыңызға ас болсын.